Менің Қазақстаным атты ән байқауы жыл сайын ұлы композитордың туған күніне орай дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. Іріктеу сынынан сүрінбей өткен қатысушылардың барлығы талантты жастар. Байқаудың екінші кезеңіне жолдама алған олар сазгердің ел арасында кең танылмаған әндерін орындады. Жалпы композитордың 300-ге тарта әні болса, байқау барысында солардың 80-ге жуығы қамтылған. Шараның биылғы ерекшелігі де осы болды. Ерекшелігін айтсақ, сол айтылмай жүрген жалпы ашылмаған әндерді биыл сол мәдениет басқармасы ұйымдастыру алқасы іздеп тауып, сол әндердің нотасын аудандарға тапсырма беріп жіберіп, сол әндерді орындасын деген мақсат бізге де ұнап отыр. Естімеген әндерді біз де естіп отырмыз. Өнер байқауының мақсаты қазақ әндерін орындаушылар арасында жас талант иелерін анықтап, олардың үлкен сахналарға қанат қағуына мүмкіндік беру. Байқаудың бірінші кезеңінде қатысушылар Шәмшінің бір әнін орындаса, екінші кезеңде облыс топырағында туып өскен композиторлардың әндерін шырқаулары тиіс. Мен Шәмші Қалдаяқовтың отырардағы той әнін алып келдім. Біздің отырарымыздың кеңіне айналған әндердің бірі. Мақсатым, қатысып жатқан мақсатым, енді осы өнер жолын таңдағаннан кейін өнерімді шыңдап, бағындысынап қатысып отырмын. Байқаудың бірінші кезеңінде өтініш білдірген 200-ге жуық үміткердің 56-сы облыстық іріктеуге жолдама алған. Өнер бәйгесіне 15 пен 29 жас аралығындағы талантты жастар қатысты. Шараны ұйымдастыруға ұйытқы болған Түркістан облысының мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы мен облыстық мәдениет және халық шығармашылығы орталығы. Сайыс Астана қаласының 20 жылдық мерейтойы аясында өтіп отыр. Нұрзина Туреханова, Дастан Абдиев, ТВК телеарнасы.